Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 60-шы сабағымызды бастаймыз. Ақиқат және жалған пікірлер. Сен пікірлердің ақиқат не жалған екенін анықтауды және оларды құруды жалғастырасың. Біріншіден, пікірлер ақиқат па әлде жалған ба? 40 саны 50 санынан кем. Ол ақиқат. 600 саны 500 санының алдында болады. Ол ақиқат. Одан кейін 3 саны 4 санынан кейін тұрады. Жоқ, жалған болады. 7 саны 6 мен 8 сандарының арасында тұрады. Бұл дұрыс, ақиқат. Екінші есеп, ақиқат пікірлерді тап. 20 саны жүздіктер жиынына тиісті. Бұл жалған пікір. Ән нұсқасы 20 және 40 сандар 2 таңбалы сандар жиынына тиісті. Бұл ақиқат. Енді ондықтар жиынын пайдаланып, бір ақиқат және бір жалған пікір құр дейді. Ақиқат пікір құрайық. 30 саны ондықтар жиынына тиісті. Жалған пікір 50 және 70 сандары бір таңбалы сандар жиынына тиісті. Үшінші есеп, жалған пікірлер тап. Экспұрыш кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті. Жоқ, олай емес. Ол жазық фигураларға тиісті болу керек. Ол жалған болады. 35 саны геометриялық фигуралар жиынына тиісті емес. Шынымен де олай емес. Шаршы жазық фигуралар жиынына тиісті емес. Негізі тиісті болу керек, бірақ тиісті емес жалған, сондықтан бұл жалған болады. Дөңгелек кеңістіктік фигуралар жиынына тиісті емес. Шынымен де ол тиісті емес. Цилиндр кеңістік фигуралар жиынына тиісті. Ол ақиқат. Текше жазық фигуралар жиынына тиісті емес. Бұл дұрыс айтып тұр. Төртінші есеп, сандар жиынына қара, жазбаларды оқы. Пікірлер ақиқат па, әлде жалған ба? 5А жиынына тиісті. Ол ақиқат. 2А жиынына тиісті. Ақиқат болады. 3А жиынына тиісті. Ақиқат. 5Б жиынына тиісті емес дейді. Б-ның ішінде 5 жоқ. Ол ақиқат. 2Б жиынына тиісті емес дейді. Жоқ, ол негізі тиісті. Сондықтан да ол жалған болады. 4Б жиынына тиісті емес дейді. Шынымен де тиісті емес. 5А жиынына тиісті емес. Жоқ, Б негізі А жиынына тиісті ғой, бұл тиісті емес деп тұрса, ол жалған болады. 2Б жиынына тиісті. 4Б жиынына тиісті. 4Б жиынына тиісті. Жоқ, олай емес, ол жалған болады. Бұл жерге біздер жалған деп жазуымыз керек. 4Б жиынына тиісті дейді, ол біздер жалған болады. 2Б жиынына тиісті ақиқат, 5А жиынына тиісті емес. Дұрыс, ақиқат болады. 5А жиынына тиісті емес дейді. Бұл негізі тиісті, сондықтан да бұл нәрсе жалған болады. Бесінші есеп, пікірлердің ақиқат не жалған екенін айтып бер. Қазақстан сөзінде 3 дауысты дыбыс бар. 3 дауысты А, 3 рет қайталанып тұрды. Одан кейін, отаным сөзінде 1 дауысты дыбыс бар. Жоқ, жалған ол. Дауысты дыбыстар мына жерде Т бар, Н, М әріптері бар. Қазақстан және отаным сөздерінде Н әрпі 2 рет кездеседі дейді. Н әрпі. Жоқ. Ол емес, Қазақстанда 1 рет кездеседі, отанымда 1 рет кездеседі. Алтыншы есеп, арша мен қарағай ағаштарының биіктігін бірге алғанда 48 метр. Егер арша ағашының биіктігі 10 метр болса, онда ол қарағай ағашының биіктігінен неше метр кем? Арша 10 метр, қарағай қанша екені белгісіз. Барлығы 48. 48-ден 10 алғанда 38 шығады. Одан кейін екеуін бірін салыстыруымыз керек. 38-ден 10 азайтқанда 28 болады. Жауабы арша ағашының биіктігі қарағай ағашының биіктігінен 28 метр кем. Жетінші есеп, тиімді тәсілмен есептеп шығар. 67 қосан 19 қосан 13. 67-ге 13 қосамыз 80 болады. 80-ге 19 қосқанда 99 шығады. 35 қосан 45 қосан 13. 35-ге 45 қосамыз 35-ге 45 қосамыз, ол бізде 80 болады. 80. 35-45 қосқанда 80 болады. Сосын 80-ге 13 қосқан кезде ол бізде 93 болады. 93 деп жазамыз. Келесі. 73 қосылған 7 қосқан 30. 73-ге 7 қосқанда 80, 80-ге 30 қосқанда 110 шығады. 73 азайтылған 30 қосқан 7. 73-ге 7 қосқанда 80 болады. 80-ден 30 алғанда 50 шығады. 8-ші есеп. С және Д жиындарының бірігу мен қиылысу операцияларының диаграммаларын құр. С бір таңбалы сандар жиыны. Жақсы. Д 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны дейді. Өзін 3 ақиқат және 3 жалған пікір құрастыр. С, Д дегендер кім екенін жазып қойымыз керек. Одан кейін С деген ол жаңағы 1-ден бастап 9-ға дейінгі сандар,
ал д да 5-тен кем болу керек. Олар 1, 2, 3, 4 қой. 1, 2, 3, 4. Сондықтан да екеуіне ортақ сандар олар 1, 2, 3, 4. С жиынын айттық жаңағыдай. 1-ден бастап 9-ға дейін деп айтты. Соның бәрін жаздық. Қиылысу болған кезде 1, 2, 3, 4, ал бірігу болған кезде барлық сандарды айтамыз. Енді осыған ақиқат жалған пікірлер құрастырайық. 6 саны С жиынына тиісті. Иә, ол болады. 2 саны Д жиынына тиісті. Ол да болады. Ал 14 саны С жиынына тиісті емес дейді. Иә, ол шынында тиісті емес. Енді жалған пікірлер құрайық. 20 саны С жиынына тиісті. Жоқ, олай емес. Бұл жалған. 7 саны Д жиынына тиісті. Ол да олай емес. 5-тен кем болу керек деп айтты. Ал содан кейін 3 саны С жиынына тиісті емес дейді. Жоқ, негізі тиісті. Сондықтан бұл жалған болады. 9-ші деп, Байқоңыр сөзінің әріптерінен сөздер құрастыр, неше сөз құрастырдың? Бай, қоңыр, қор, қар деуге болады. Содан кейін ай, айыр, қой, бақ, қар сөздерін құрастыруға болады. Одан басқа сөздер құрастыратын болсаңыз, жазып қойсаңыз болады. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.